Гүлзира Айдарбекова жайлы желіде жедел хабар. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астында бір дана лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз кабатуланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы ескертуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Танымал продюсер Гүлзира Айдарбекова бар шындықты айтты. Ешбір анасының баласына сынақ беріп қинамасын. Айдарбекова не айтқысы келді? Күні кеше Түркиядан оралған Гүлзира Айдарбекова бірден Қайрат Нұртастың шығармашылығын әрі қарай дамытуға тырысты. Танымал продюсер Instagram желісінде ұлына жиі бағытталатын сыни пікірге жауап берді. Соңғы бір айда Айдарбековтер әулеті елдің аузына жиі түсті. Кенже ұлын үйлендіріп, кейін шетелде демалып келген Гүлзира Үсенқызы шоу-бизнестегі тірлігін қайта қолына алды. Қайрат Нұртас орындаған «Ана» деген сол жаңа ән желіге шығарған аталмыш продюсерге қатты әсер еткен болса керек. Өткен өміріндегі түрлі қиындықтар есіне түскенін айтты. Сондай-ақ Қайратты мамасының баласы деп сынға алатындарды орнына қойды. Баламның осы әнін тыңдасам көзіме жас келеді. Мамасының баласы дейтіндер ананы сыйламайтындар, деді Гүлзира Айдарбекова. Басқа да жаңалықтарды білгіңіз келсе арнамызға жазылыңыз, қымбатты көрермен. Сау сәлеметте болыңыздар.